Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге дәрісіз, антибиотиксіз үй жағдайындағы балалардың жөтелі мен қақырығын түсіруге арналған 4 әдіспен бөлісемін. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші әдісі: бір кружка ыстық сүтімізге сарымайымызды салып, сарымайымыз ерігеннен кейін жарты қасық содымызды, бір қасық балымызды және 3-4 капля йодымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп алып, шикілей сары уызын осы сүтімізге қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып, күйінде күніне 2 уақыт ішсеңіздер, 3-4 күн ішінде қақырықты жібітіп, ангинаға көп пайдасын тигізеді. Балаларға да ішуге болады. Екінші әдіс: жөтелімізді басуға арналған әдіс. Ол үшін бізге 2 жуа керек болады. Кейбір жерлерде пияз, сарымсақ деп те атайды. Осы жуамызды ұсақтап турайтын боламыз. Блендер болатын болса, блендермен ұсақтауға да болады. Бірақ суын ситаның не болмаса сүзгінің көмегімен сүзіп алуға болады. Менде блендер болмағандықтан тақтайдың көмегімен ұсақтап турайтын боламын. Одан кейін қақпақ жабылатын ыдысқа салып, бір шай қасық қант қосатын боламын. Содан кейін жақсылап араластырамын. Егер сіздерде қанттың орнына бал болатын болса, бал қосуға да болады. Балалар ащы нәрсені жемей қояды, сондықтан да осылай қант немесе бал қосып жасаймыз. Бұл жуаның құрамында суық тиюден қорғайтын фитонцидтер мен эфир майлары бар. Осылай қақпақ жабылатын ыдысқа салып 7-8 сағатқа су шыққанша қойып аламыз. Міне уақытымыз болды, пиязымыздың суы шықты. Осылай күніне 3 рет, 3-4 күн балаларымыздың жөтелі қайтқанша беретін боламыз. Міне сіздерге табиғи жөтелді қайтаратын сироп. Үшінші әдісімізге жарты қасық содымызды, жарты қасық тұзымызды қосып, қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тұзы ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне 3-4 капля йодымызды құйып, жақсылап араластырып, тамағымызды шайқауға болады. 3 жасқа дейінгі балалар тамақтарын шайқай алмайды, сондықтан да осылай қолымызға бинтімізді орап, жақсылап сүртетін боламыз. Күніне 2-3 рет сүртсеңіздер, қақырықтың түсуіне көмектеседі. Төртінші әдісімізге камфор майы, орысша айтқанда камфорный масло, қойдың майы және бал қосатын боламыз. Ең бірінші 3-4 капля камфор майын және бір қасық қойдың майын, оның үстіне бір қасық балымызды қосып, су моншасында немесе микроволновкада ертіп аламыз. Ертуге қойған кезде қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Міне біздің майымыз дайын болды. Тағы да жақсылап араластырып, баламыздың мойнына, көкірек тұстарына және арқасына жағып, жылы киіндіріп жатқызатын боламыз. Бұл жөтелді басуға көмектесетін әдістің бірі. Видеом пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.